Бекжан ағамен менен студент қабырғасында жүргеннен бастап таныспын. Ағаларым мен түскен жылы бітіріп кетті. Содан кейін енді араластығымыз құдайға шүкір бауырлық, ағалық інілі болып келе жатырмыз. Ағам үшін қуаныштымын, 60 жас құтты болсын, аман болсын. Бүгін спектакльден енді керемет әсер алып шықтық. Құтты болсын дейміз ағамызға, денсаулық тілеймін, аман болсын. Кезінде ұят болмасын бағдарламасында өзіңіздің осы жерде өнер көрсеткеніңізді еске алатын болсақ, ол қандай кездер еді жалпы? Біз енді алғашқы Музарт тобын бастап атқан кезіміз ғой. Қабырғасын бәрін бітіріп, енді сол елге шығып атқан кезіміз. Сол кезде ұят болмасын бағдарламасына біз әрине Серік ағам шақырып, бір 2-3 бағдарламасына қатысқанбыз. Әсерлік енді бағдарлама болды ғой, кеш болды. Сондықтан анда-санда қазір әлеуметтік желілерден шығып қалады сол. Сол кездер еске түсіп, жас кезіміз еске түсіп. Сондай керемет сәттер басымыздан өтіп жатыр. Бекжан ағама өте қуаныштымын. Ол кісінің елдің алдындағы абыройы, қандай да бір рөлге жауапкершілігі. Мықты адамның аты мықты адам ғой. Ол кісінің тереңдігі, ойшылдығы, жалпы рухани бай адам. Қасында көп жүруге қазір кейінгі кездері тырысамыз. Ағамыздың қасына отырсақ бір кітап оқығандай боламыз. Сондықтан амандық тілеймін, бақытты болсын.